машинасы бар, таксовать етеді. Ойдағырда бір тыпырлап тыныш таппайтын еді ғой бұл. Содан бір күндері, ойбай мама деді, мен намаз оқимын деді. Оқысаң оқы. Ағам қарасам бала шағасымен намазға барып жүрді. Осы жерде мына жанымызда орталық мешіт бар, сол жерге барып жүрді. Кейін мен де намаз оқыдым ғой. Сен олардікі басқа екен де, содан кейін міне жердегілер айтты, сендердің тұрыстарың өзгеше ғой десе, жоқ, сендердікі дұрыс емес. Мынау дұрыс емес. Бұның отырғаны дұрыс емес, сіздің отырғаныңыз дұрыс емес, менің отырғаным дұрыс емес. Сөйтіп міне жердегілермен, молдалармен рұқсатын болып кетті бұл. Балам дедім, сенің дедім, бұның дұрыс емес дедім. Менің үйіме бармайтын болып алды. Менің үйімнен тамақ жемейтін болып алды. Сіздер қай жерден албатсыздар етті, тамақты дейді. Жоқ, қасаптан, кәдімгі базардан. Жоқ, ол харам. Ол мені алдады. Ана үлкен балам екеуміз деді, Қырғызстаннан барып машина алып келеміз деді. Машинасын сатқан, малын сатқан, Шымкенттегі үйін сатқан. Өзі жазып кеткен ғой. Арыз жазып, 1 жылға 5 содержание жазып кеткен. 1,5 айдан кейін ба хабарласты ғой. Біз Шамға кіріп қойдық, Сирияға кіріп қойдық. Даиш па жаңағы ислам мемлекеті, соны құруға кетіп жатырмыз деді. Енді біз о дүниеде жаннатта кездесеміз деді. Біз мүжахид болып кеттік, Алланың әскері болып. Бізге кәпірлерге соғысаш, Алла Құранның өзінде солай айтылған деп. 6 бала, 2-і 8 адам кетіп отыр ғой. 8 адам, ең болмаса біреуін қалдырып кетсе болады ғой мазар. Мен сондай бала тәрбиеледім ба? Осындай болсын дедім ба мен? Әнің қайтыс болды, шахид болды дегенде, сонда сенде малейший чувство жоқ па деймін де, перзентің кетіп отыр. Сөйсем, бізде қуанады, бізде бір-бірін құттықтаймыз дейді. Алланың жолында құрбан болды деп құттықтаймыз дейді. Міне, өзінің перзенттерін өсіріп, өлімге қиған адамнан не үміт, не қайыр, ертең маған ол өлім тілемейді дейсіз.